достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгінгі сабақта Pinduoduo сайтында оплата жасаудағы қиындықтар туралы және шешу жолдары туралы талқылайтын боламын. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Көптеген бұрынғы қолданушыларда және де жаңадан тіркеліп жатқан қолданушыларда банк картасы тіркелмей немесе саудаға оплата жасалмайтын жағдайлар өте көп орын алуда. Соның бірнеше себептерін, шешу жолдарын атап өтейін. Ең бірінші, сіз картаңыздың төлем лимитін қарап алыңыз. Егер де көп товарға заказ беретін болсаңыздар, Pinduoduo сайты сізге күнделікті төлем жасайтын лимит береді. Ол үшін мына жазудың үстінен басамыз. Бұл басты беттегі басып кіреміз. Осындай терезе ашылады. Үшінші жолақты басамыз. Көк виза карттың үстінен басамыз. Бұл өзіңіздің тіркеген картаңыз. Осы жерде менде 20 мың деп тұр. Яғни Pinduoduo сайтында мен бір күнде 20 мыңға дейін ғана товар сатып ала аламын. Егер осы лимит біткен болса, ары қарата оплата жасалынбайды. Тек келесі күні товар алуым қажет болады. Енді лимитіңіз барлығы жақсы, дұрыс болып картаңыз тіркеліп, оплата өтпесе, онда сізге Pinduoduo сайтының операторларымен сөйлесу қажет болады. Ол үшін басты беттегі настройкаға кіреміз. Осында терезе ашылды. Екінші жазудың үстінен басамыз. Астындағы көк жазу үстінен басаймыз. Тағы да көк жазу ең астындағы. Сол кезде осындай терезе ашылады бізде. Бұл жерде қандай товарға оплата өтпей жатыр, соның барлығын оператормен талдап шешсеңіздер болады. Мына жерде тұрған үкі белгісі бұл бот. Яғни сізге хабарламаңызға автоматты түрде жауап береді. Ал бізге проблеманы шешу үшін живой операторлар қажет. Сол үшін біз арнайы сөзді қолданып жазамыз. Бұл сөзді видеоның соңына қалдырып кететін боламын. Егер де арнайы сөз қажет болатын болса, менің Instagram парақшама тіркеліп, дайректке өтіңіз, немесе WhatsApp желісінде жауап беретін боламын. Жібердім. Қазір күтеміз бізге жауап беруін. Міне, осындай хабарламаға келеді, бізге мына тұрған аудио белгісі қажет. Сол белгінің үстінен басамыз. Бұл жерде операторлар сағат 8-ден 11-ге дейін сіздің сұрақтарыңызға жауап береді делінген. Үстінен басамыз. Сізде қандай проблема орын алып жатыр, сол проблеманың біреуін таңдап қоямыз. Google переводчикке аударып алсаңыздар болады. Біріншісі возврат бойынша, егер де қандай бір қиындықтар. Екіншісі тасымалдау бойынша жүктеріңіздің. Бізге оплата бойынша, карта бойынша проблема, сондықтан астынан санағанда екінші жазудың үстінен басамыз. Осы жерден қай товарды төлеу кезінде сізде қиындықтар орын алды, соны таңдап жібереміз. Менде ондай қиындықтар болған жоқ. Товарлардың барлығына төлем жасалуда. Мен тек мысал ретінде бір товарды таңдап көрсетейін. Мына товарды жіберейін. Жібердім. Сізге осындай оператордан хабарламалар келіп түседі. Мына жерде 151 дегеніміз, сіз 151 нөмірлі оператормен сөйлесіп тұрсыз дегенді білдіреді. Және де менен сұрапты, сізде оплата жасауда қандай нақты мәселе туындады. Соны, егер де сізде оплата өтпей тұрса, соның барлығын скриндеп, осы жерге жіберулеріңіз қажет. Қазіргі сәтте менде ешқандай мәселе жоқ, сондықтан жібермеймін. Егер де өзіңізде сондай проблема орын алса, осылайша оператормен сөйлесіп шешетін боласыздар. Және де ең астында тұрған хабарламада маған ескертпе келіп тұр. Служба поддержкамен сөйлесу уақыты аяқталады. Қандай да бір проблемаңыз болса, тезірек осы уақыттың ішінде жіберуім қажет. 112 секунд қалды. Кей кезде оператор сізден загранпаспортыңызды, картаңызды жіберуін сұрайды. Егер де
паспортыңыз жоқ болатын болса, онда жеке куәлігіңізді жіберсеңіздер болады. Оның барлығы құпия сақталады және де сіздің мәселеңізді шешу үшін сұралатын болады. Әрине, ол әркімнің өз еркінде. Егер де бұл служба поддержкаға операторларға сенбеймін, ондай мәлімет жібермеймін десеңіздер, тағы өздеріңіз білесіздер, алайда сіздің мәселеңіз шешілмеуі мүмкін. Бұлар арнайы сайт болғандықтан бұл жерде барлығы құпия сақталады. Pinduoduo сайтындағы оплата жасаудағы мәселені шешудің тағы бір жолы ол сайттың соңғы версиясын жүктеп обновление жасап алуларыңыз қажет. Ол үшін қайтадан бас бетке өтеміз, настройканы басамыз. Осы жерде ең астына түсеміз, соңғы жазуды үстінен басамыз. Осындай терезе ашылады. Қарасаңыздар, мұнда менде 6.54 деген версиясы жазылған. Егер де обновление қажет болатын болса, үстінде қызыл жазумен обновление жасаңыз деп тұрады. Менде барлық жүктелген, сондықтан ондай жазу жоқ. Егер де сізде шығып тұрса, міндетті түрде соңғы версиясын жүктеп алыңыз. Сонда сіздің оплата жасаудағы бірқатар мәселелеріңіз шешілуі мүмкін. Ақпаратын пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдыңғы сабақтарда атап өткендей, енді Pinduoduo сайты қазақстандық карталарды қабылдамауы мүмкін. Басқа да төлем жолдарын тіркеу туралы ақпараттар керек болса, онда міндетті түрде каналды бақылап жүріңіздер.